Сәлем менің құрметті көрермендерім, сіздермен бірге Айгүл YouTube каналға қош келдіңіздер. Бүгін 5 минутта дайын болатын тіске басар дайындаймыз. Бұл рецепті мен Түрік апайдан үйрендім, сөйтіп сіздермен де бөліскім келді. Бұның тестасы үгітіліп тұратын песочный тестадан жасалады. Ең алдымен бөлме температурасында жұмсақ сары майға сұйық май құямыз, бір жұмыртқамызды саламыз. Екінші жұмыртқамыздың тек ағын саламыз, сарысын бетіне қолданамыз. Осыларды бір араластырғаннан кейін үстіне 2,5% кефир құйып, барлығын біріктіреміз. Содан кейін ұнымызды бөліп салған дұрыс, өйткені көп кетіп қалмау керек. Песочный тестамыз өте жұмсақ, нежный болу керек. Мына жерде мен разрыхлитель салдым. Енді қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Мен бірінші сорт ұн қолданғаннан кейін теста бәрібір басқаша болды. Ал негізінде высший сорт ұн қолдансаңыздар, ол кезде және ұнын қатты көп салмасаңыздар, онда теста прям өте андай бір жұмсақ, сондай керемет теста болады. Начинкасына мен сыр қолдандым. Жұмыртқаның үлкендігінде етіп бөлікті алып, соның ішіне сырымызды салып, формасын келтіріп жасай береміз. Осы тестадан менде барлығы 18 штук шықты. Жасап болғаннан кейін үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, вилкамен бір жүріп узор келтіргеннен кейін қызып тұрған пеште 200 градуста 15-20 минут әдемі болып қызарғанша пісіріп алдым. Піскен кезінде жылыдай жесеңіздер, ішіндегі сыры еріп, күшті болып ауызда еріп тұратын тіске басарлардың бірі. Осы видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер және каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Міне біздің поğaçамыз дайын болды. Өте тез дайындалады және ауызда еритін тіске басар ас болсын.